Uyatsız ol, uyatsız. Bu үйдің тірлігі маған ғана керек пе? Тұр қайда жұмыс істе. Өзің істеп ал. Сен тоқалсың. Бәйбішенің айтқанына бағыну керек. Бәйбішенің айтқаны заң. Зато мен отағасының сүйікті әйелімін. Ойбой, сүйікті әйелімін деп қояды ғой. Сен сияқты тоқалдарға қазақта мынандай мақал бар. Кеше келген тоқалдар шөме шалып қоқамдар деген. Ал бәйбіше туралы да мынадай мақал бар. Тоқал тоқты жейді, бәйбіше боқты жейді. Сен маған айтып тұрсың мына мақалда? Оңбаған десе мұны сен күйдірді ғой мен, жыныма тек көлі қалайын кәсірмейсен. Мен қарап тұрады екем да, келсеңге көрерміз. Сен не дедің жаңа? Сен не дедің? Мен дейтінімді дедім, десем өзіңнің үйім. Айналайын кешіріп қой, бұл да менің үйім. Ойбой, қайдағы сенің үйім? Сен затыңның бәрі жинадап, жоғап көзіне көрді. Ал, кеткіздің әкесі. Мына шашыңды бірсінде қылдырсың. Не болып қалды? Не істеп отырсыңдар? Не жетпей қалды екеніңе? Жетпейді. Неге таласып жатсыңдар? Мынауыңызға айтып қойыңыз. Маған тиіспесін. Неге таласып жатсыңдар деймін? Саған таласып жатырмыз. Саған. Маңға таласып жатыр екен десем, не болып қалды? Сен бізге мынамайшы, қайтысымыз жақсы көресің. Аяғымды шешіп үйге кіріп отырып бір ақылдасып сөйлесейікші. Кірмейсің үйге, бірінші жауап бер, сосын кіресің. Бірінші әйелім сен болғасын, бірінші сені жақсы көрем. Екінші әйелім сен болғасын, екінші сені жақсы көрем. Дұрыс па? Дұрыс. Шешші аяқты үйге кірейін. Тоқтай тұр, өзім шешер. Ой, болмағанда, ерткендер.